сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қызыл кітапқа енген жануарлар. Сабақтың мақсаты перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, мәтінде көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау, тұрлаулы сөйлем мүшесін, яғни бастауыштың сөйлем жасаудағы өзіндік орнын білу. Ең бірінші перифраз терминін еске түсірейік. Перифраз ол заттың кез келген сапасын, ерекшелігін көрсететін нысанның жанама сипаттамалық белгісі. Мысалы, біз жер деудің орнына көк планета дейміз. Көркем әдебиет, журналистика болсын, жалпы шешендік сөз, лингвистика болсын, жалпы тілге қатысты шығармаларда перифраз стилистикалық әдіс ретінде сөйлеудің экспрессивтілігін арттыру, оқырманға немесе тыңдаушыға неғұрлым қарқынды әсер ету үшін қолданылады. Ең бірінші қызыл кітап. Қызыл кітап не? Жалпы қызыл кітап дегеніміз не? Соған тоқталатын болсақ, дүние жүзінде жоғалып кету қаупі бар ерекше қорғалатын жануарлар мен өсімдіктер жазылған кітап екенін біз барлығымыз білеміз. Жалпы бұл кітапта жануарлар мен өсімдіктердің қазіргі саны мен жағдайы көрсетіледі. Ең бірінші мәтін бойынша тапсырма. Мәтінді оқып, берілген сұрақтарға жауап бере отырып, қажетті ақпараттарды анықтаңыз. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша мәтіннен, яғни бұл жерде перифраз түрінде берілген сұрақтар тұр. Сол мәтіннен қажетті ақпараттарды біліп, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдаймыз. Перифраз ретінде берілген сұрақтарға жауап береміз. Бастауыш сөйлемнің, бұл бізде сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелері бастауыш пен баяндауыш. Бүгінгі тақырып бастауыш, ол сөйлемде айтылған ойға негіз болатын, баяндауыш арқылы айтылатын қимылдың не басқа сапаның иесі болатын тұрлаулы мүше. Бастауышқа тән белгілер құрылымдық жағынан басқа мүшелерге тәуелсіз, сөйлемдегі бас мүше атау тұлғасында қолданылады, айтылған ойдың иесі сөйлемдегі орны баяндауыштан алдында қолданылады. Сандардың мәнін мәтін арқылы ашып, ой тұжырымдаңыз. Яғни бұл жерде сандар бастауыш түрінде сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшесі арқылы берілген. Келесі тапсырма. Сөйлемдердегі бастауыштарды тауып, қызметін анықтаймыз. Сөйлемнен бастауышты тауып, бастауыштан дескриптор бойынша бастауышты табамыз, бастауыштың сөйлемдегі қызметін анықтаймыз. Бекіту сұрақтары. Жалпы бұл қызыл кітаптың қажеттілігі бар ма? Бастауыш қандай сөйлем мүшесі? Бастауышқа тән қандай белгілерді білесіздер? Осы бойынша ой тұжырымдаймыз. Бастауыштың жасалу жолының әр түріне көркем әдебиеттен мысал келтіреміз. Сабаққа кері байланыс рефлексия.